ОКШ мен БО бас хатшылары екі ұйымның өзара іс-қимылын талқылады. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов пен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антониу Гутерриш бейне байланыс арқылы келіссөздер жүргізді. Тараптар ОКШ хатшылығы мен БО хатшылығы арасындағы өзара іс-қимылдың кең ауқымды мәселелерін талқылады. Атап айтқанда, аймақтық профилактикалық іс-шаралар арқылы стратегиялық қауіпсіздік тәуекелдерін азайту бойынша келісілген халықаралық қадамдардың маңыздылығы атап өтілді. Делінген ОКШ мәлімдемесінде, осылайша тараптар терроризмге, есірткі бизнесіне, трансшекаралық қылмысқа, заңсыз көші-қонға қарсы тұру, сондай-ақ бітімгершілік саласындағы өзара іс-қимыл мәселелерін талқылады. Терроризм идеологиясы мен үгіт-насихатының таралуына қарсы күрестің және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы күш-жігерді біріктірудің маңыздылығы атап өтілді. Сондай-ақ тараптар байланыстарды жалғастыруға келісті делінген ОКШ мәлімдемесінде.